Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы сіздерге арнап ерекше тағам құймақты тіске басар дайындаймыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Өте дәмді болып шығады. Сөз берем. Жасап көріңіздер. Ал енді бізге жұмыртқа керек. Бірінші жұмыртқаны саламыз. Үстіне шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Шекеріміз еріп болғаннан кейін үстіне сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес, салқын сүтте, жылы сүтте бола береді. Тағы да 1 келі масса болғанша араластырып аламыз. Ал енді үстіне сұйық майымызды құямыз. Оны да 1 келі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнды бөліп қосамыз. Міндетті түрде ұн ситадан өткен болуы тиіс. Бірінші венчикпен араластырамыз. Міне осындай қоймалжың масса шығуы керек. Ал енді бір бокалды алып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Және оның үстіне бір ас қасық ас содасын саламыз. Ол реакциясын қараңыздар, осылай көпіруі тиіс. Осылай көпіргеннен кейін біздің осы дайын ингредиентімізге, яғни құямыз. Және 1 келі масса болғанша барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің міне құймағымыздың рецепті дайын. Ал енді құймақты газде пісіреміз. Бірінші тапамызды жақсылап майлап аламыз. Және құймағымызды құйып, осылай лопатканың көмегімен шет-шетін алып, келесі бетіне аударамыз. Осылай келесі бетіне аударған кезде арғы бет осылай қызаруы тиіс. Осылай барлық біздің осы құймақтарымызды пісіріп шығамыз. Оттың асты пәсең болу керек, қатты отта пісірмейміз, жай отта пісіреміз. Міне осылай құймамыз дайын болғаннан кейін бізге 1 қияр және 2 помидор керек болады, және кетчуп майонез. Осылай қиярымызды дөңгелек етіп, жұқа етіп турап аламыз. Ал енді помидорымызды тураймыз. Помидорды қалай турасаңыздар да өз еріктеріңіз. Ал енді біздің салмамызда барлығы дайын болды. Бленилерімізді, яғни құймақтарымызды жақсылап суытып аламыз. Суытып болғаннан кейін бетіне біздің осы кетчупымызды жағамыз. Және помидор мен огурцымызды қойып, оның бетіне қаймақ, жаңағы майонезімізді жағамыз. Және одан кейін қабат-қабат қып, осы құймақтарымызды қойып, осы рет бойынша жасап шығамыз. Өз қалауларыңыз қанша қабат болса да, барлығы дайын болғаннан кейін бетін әрлеу мақсатында кетчуп майонезді осылай сеуіп шығамыз. Ал енді біздің құймақты тіске басарымыз дайын болды. Сіздерге арасын бөліп көрсетейін. Міндетті түрде өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, ерекше дәмді болады. Сіздерден қолдау күтемін. Сіздермен болған Әйгерім Шынтемірқызы. Таңғы асқа, түскі асқа өте ерекше тағам.
осылай компотпен ұсынсаңыздар болады. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, төмендегі подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен Әйгерім.